Бәріне сәлем. Біз JavaScript курсының 3-ші сабағына келдік. Бүгінгі тақырыбымыз деректер түрлері. Деректердің әртүрлісі болады. Жолдық тип болады, сандық тип болады, логикалық тип. Осының бәрін қазір бір-бірден шолып шығамыз. JavaScript'тегі деректер түрлерін, яғни типі данных, оларды екі түрге бөлуге болады. Примитив қарапайым және күрделі. Примитивке, қарапайым түрге ол undefined жатады, null, boolean, number, begin, string және символ жатады. Ал күрделілерге объект пен функция жатады. Мына сол жақта, менің экранымда бұлардың мысалдар келтірілген. Ең бірінші атау, name, бұл жерде жолдық тип, міне өзі тырнақшамен жазылған. Екіншісі age, бұл сан, тек қана сан және тырнақша қойылмаған. Is summer деген бұл жерде false, яғни boolean, қандай да бір өзінің мағынасы бар тип, және соңғысы бұл объект, бұл сәл күрделі. Оның ішінде міне көріп тұрғандарыңыздай басқа да түрлері бар, типтер бар. Енді әрқайсысын кезек-кезек өтейік. Ең бірінші қарастыратын типіміз ол undefined, яғни анықталмаған тип немесе белгісіз тип. Оны бастамас бұрын біз мынадай мысалға назар аударайық. Бұл жерде мен айнымалы жасадым name деген, және оның мәнін мынадай мәтінге теңестірдім. Яғни оның типі мәтін болу керек, немесе string. Оны бірінші мәнін шығарам, name деп, және оның типін шығарам. Типін білу үшін мен мына айнымалының алдында type of деген мынадай кілт сөз жазам. Осы жерде міне 10-ші жолда менде оның типі шығу керек. Сонымен жаңартып көрейін. Консольда міне IT маман деген мәні шықты. Бұл сөздің және оның типі шықты, string. Бірақ stringті әлі қарастырған жоқпыз. Енді undefined'ті тауып алайық. Undefined қай кезде пайда болады? Undefined, егер біз бұдай мән бермесек, мына айнымалының мәнін алып тастадым. Бұл кезде енді жаңартып көрем. Оның мәні undefined болды, және типі де undefined болды. Сонымен анықталмаған тип ол өзінің типі де undefined, және оның мағынасы да, мәні де undefined. Анықталмаған типті мен айқын түрде де көрсете алам. Ол үшін мен тең undefined деп жаза салсам болды. Міне undefined деген сөз жаздым, бұл қате болған жоқ. Енді жаңартып көрейін. Менде тура жаңағыдай undefined деген типі де сондай болды, оның мәнінде undefined болды. Екінші тип ол null. Аударсақ, ештеңе деген мағынаны береді. Мен оны бұл кезде енді null деп тура айқын бердім. Оның мәнін енді жаңартып көрейін. Менде оның мәні null деп осылай шығарып көрсетіп тұр. Енді оның типін қарап көрейік. Console log тип, және жаңартып көрем. Бұл жолы null деген шыққан жоқ, объект деген мән шықты, яғни оның типі объект деп көрсетіп тұр бізге. Негізі ол қате, type of деген оператордың кезінде қатесі кеткен, JavaScript енді басталып жатқан кезде. Оны ары қарай өзгерте алмай қалып, сонымен ол осы қате әлі де JavaScript'те бар. Оның қасиеті объектке ұқсамайды, өзінің қасиеттері бар. Біз null'дың мәнін анық түрде былай бердік. Енді біз ол мәнді программа орындалу сәтінде алайық. Ол үшін мен мынадай код дайындап қойдым. Айнымалы элемент деген ол мынадай документ деген объектке қарайды, және оның query selector деген функциясын қолданып, контейнер деген классты іздейді. Қайдан іздейді? Ол қазіргі тұрған HTML-ден контейнер деген класс іздейді. Класс деген CSS-те естеріңізде болса, нүкте ол классқа жауап береді. Сондай классты HTML-ден іздейді, бірақ ол жоқ. Енді элемент қандай бізге мән қайтаратын, документ query selector қандай мән қайтаратын, элемент қандай болатын қазір консольмен көрейік. Жаңартам. Ол міне null деген қайтарды. Оның мәні nullға тең. Себебі жаңа біз контейнерден классты іздедік HTML-де,
бірақ ол мына HTML-мізде бізде ешқандай класс жоқ, контейнер деген. Сондықтан бұл таппайды, біздің query selector деген функция таппағандықтан ол бізге нолды жібереді. Үшінші қарастыратын типіміз boolean, аударсақ логикалық тип. Логикалық типтің екі түрлі мәні болады: true мен false, рас немесе жалған. Мына жерде мысалда біз is it Friday деген айнымалы атадық. Is it Friday, бүгін жұма ма деген сұрақ. Бүгін жұма емес, сондықтан ол жалған, false. False дедім, және енді оны шығарып көрейін. Шығарсам, міне false шықты, және оның типі boolean. Trueға айландырсам, жаңағыдай true шығады. Енді бұл booleanды қай кезде қолданамыз, және не үшін қолданамыз? Ол үшін міне мына жақта if деген өрнек жасағам. If деген ол егер деген сөз. Егер is it Friday true болса, онда Friday деген мән шығар. Ондай болмаса, онда not Friday деген сөйлем шығар деп тұрмыз. Енді бұны жаңартып көрейік. Бізде false болғандықтан is it Friday, not Friday деп шығарып тұр бізде. Енді booleanды программалау сәтінде алайық. Ол үшін міне мынадай мысалға назар аударсақ, let true false деген айнымалы жасадым, және оның мәнін true false деп нақты берген жоқпын, бірақ мынадай бір өрнек жасадым, математикалық өрнек 20 кіші 100-ден деген. Енді мына true false'тың мәнін шығарып көрейік. Бізде қандай мән шығарады екен? Жаңартам, бізде true деген шығарды. Яғни мына өрнек бізге true деген мәнді қайтарды да, true false деген айнымалыға соны енгізді. Енді мен мынаны өрнекті қате қылып жіберейін. 20 100-ден артық па деген өрнек, енді оны жаңартып көрем. Бұл енді false шықты. 20 100-ден артық емес, сол үшін бұл жалған, және false бізге қайтарылады. Сөйтіп біз математикалық өрнектерді осылай booleanның мәнін алу үшін қолдана аламыз. Ал енді сандық мәнге көшейік. Сандық мән бізде осындай бүтін сан болуы мүмкін, немесе мынадай бөлшек сан болуы мүмкін. 1,179 деген сияқты. Шығарып көрейік. Мында оның мәндерін шығардым және типтерін шығардым. Екеуі де бізде number. Кейбір тілдерде, программалау тілдерінде, мысалы C++-та int деген бар, integer. Бұл бүтін сан. Оларда float деген бар, тағы бөлшек сандар. Double деген бар. Бұлар әрқайсысы осы JavaScript-те олай бөлінбейді. Барлығы number деген типке кіріктірілген. Number типінің басқа да мәндері бар. Оларды қарастырайық. Мынадай мысал қараңыздар. Біз мектеп кезінде санды нөлге бөлуге болмайды деп ереже жаттағанбыз. Ал жоғарғы студент кезінде санды нөлге бөлген кезде ол шексіздік деген ұғым пайда болатын бізде. Міне JavaScript программалау кезінде кейде бөлшектің астында біз математикалық өрнек жазған кезде астында 0 болып қалуы әбден мүмкін. Сол кезде JavaScript не істейді? Шексіздік деген мәнге ие болады. Бұл өрнегіміз біздің міне infinity, шексіздік, және типі number болып қалып тұр. Бірақ ол шексіздік, біз санды енді көрсете алмаймыз ғой сан ретінде. Сондықтан шексіздік деген сөз ретінде бізге қайтарып тұр. Енді минус шексіздікті түсініп отырған шығарсыздар. Ол минус санды нөлге бөлсек, ол минус шексіздік шығады. Міне жаңартып көрейін. Міне infinity'дің алдында минус шықты. Бірақ әлі де ол number деген типке тиесілі. Және үшіншісі бар. Үшіншісі енді not a number, none деп аталады. Ол қай кезде керек, қай кезде ол шығады. Біз осыған дейін санды санға бөлдік. Кейде сан емес, жай бір мәтін, мынадай сөз болып қалуы мүмкін. Енді оны санға бөлсек, ол қалай бөлеміз? Сөзді санға бөлу ол мүмкін емес. Сондықтан мына математикалық өрнек бізге not a number, бұл сан емес деген мән қайтарады. Міне тексеріп көрейік.
none деген шығады, not a number. Бірақ оның типі number. Сонымен бізде санның жалпы 4 түрлі мәні болады екен. Осыны жаттап алайық. JavaScriptте number типі шектеулерге ие. Міне ең үлкен деген number осындай сан болады, және ең кішкентайы мынадай сан болады. Енді қарап көрейік, ол не екен. Қараңыздар, 1000, миллион, миллиард, триллион және квадриллион. 9 квадриллион, 7 триллион, 199 миллиард үстіп кете береді. Осындай сан екен. Енді одан үлкен сандарды жазу үшін біз не істейміз? Ол кезде міне біздің 5-ші тип big int деген қолданылады. Big int дегенді аударатын болсақ үлкен, big, және int деген integer. Үлкен integer. Яғни мына сандардан үлкен сандарды қолданған кезде big int деген санды қолданамыз. Мысалы қараңыздар, мен үлкен бір сан жаздым, және айырмашылығы n деген әріп қостым ең соңында. N деген әріп қосқан бұл big int екенін көрсетеді. Міне жаңартып көрейін. Міне санның өзін шығардым. Бұл жерде n мен шықты. Және ең соңында міне big int деген типін қарадым. Big int деген тип шығарды менде. Ары қарай жалғастырамыз. Біздің кезекте string деген тип, аударсақ жолдық тип немесе мәтіндік тип. Маған мәтіндік тип деген мағынасын толық ашатын сияқты көрінеді, сондықтан мәтіндік тип деп қолданамын. Мына мысалда мен 3 түрлі жазуын көрсеттім. Мәтіндік типтің ең біріншісі ол қос тырнақша, және оның типін шығардым. Екіншісі жай тырнақша, және үшіншісі кері тырнақша. Осы үшеуін жазған кезде үшеуі бізде string деген типке ие болады. Ең бастысы, сіз бастаған тырнақшаңызды жапқаныңыз абзал болады, жаппасаңыз бұл қате. Енді мына екеуінің айырмашылығын қарасақ, ешқандай айырмашылық жоқ. Бұл қос тырнақша мен жай тырнақша екеуі JavaScriptте бірдей мағынаға ие. Екеуінде қолдансаңыздар болады. Бастысы ол айырмашылығы өзіңіздің код стиліңізге байланысты. Мынаны таңдайсыз ба, жоқ, жай тырнақшаны таңдайсыз ба, бәрібір. Бірақ үшіншісі кішкене айырмашылық жасайды. Осы екеуінен оларды айырмашылықтарын қарастырайық. Бірінші айырмашылығы, біз мына кері тырнақша арқылы бірнеше жолды жаза аламыз. Мына мәтіндер, мына тырнақшалар, бұл жерде интерді бассаңыздар, міне қып-қызыл болып қате шыға келеді. Ал мына кері тырнақшада сіз тағы бір жолды қоссаңыз болады. Міне интерді басып отырмын, ешқандай қате жоқ. Міне 5-ші жол сақтаймын және жаңартып көрем. Менде консольда не жаздым, сол шықты. Және интер, яғни жаңа жолдар сақталып тұр. Кері тырнақшаның екінші айырмашылығын білу үшін мынадай бір мысал қарастырып көрейік. Мен мынадай айнымалы бар менде 20 деген. Бұл да мәтіндік тип. Және string 4 деген бұл жерде мынадай мәтін және қосу age деп тұрмын. Мен несіне шығарайын деп отырмын? Бұл жерде мен мынадай мәтін шығарайын деп тұрмын. Екі мәтінді қосып, бір мәтін шығарайын деп тұрмын. My age сызықша 20. Енді string 4-ті шығарып көрейін. My age 20 деген шықты, өзіме керек нәрсе. Енді мына кері жақшаның мысалын көрейік. Кері жақшаның қолданылуында, міне қараңыздар, айырмашылық бар. Мен age деген айнымалыны плюспен жасаған жоқпын. Бұл жерде өзінің өрнегі бар, қараңыздар. Доллар деген символ тұр, және мынадай екі жақша ашылады, жақшаның ортасына age деген жазылады, айнымалы жазылады. Сонда қараңыздар, мына кері тырнақшаның ішінде мынадай өрнек жасасақ, доллармен, мына жерге кез келген айнымалын қоса беруге болады. Тіпті string 4 дегенді қоюға болады. Оған дейін жасаған айнымалыларын кез келген қоюға болады. Енді екеуін салыстырып көрейік, бізге бірдей шыға ма екен? Иә, міне тура бірдей, my age 20 деген сызықша 20 тура шықты. Осындай екі айырмашылығы бар. Бұл кері тырнақшаның
Қарапайым типтердің соңғысы символ. Символ бізге бірегей, яғни уникалды мәндерді алу үшін қолданылады. Символды жасау үшін міне символ деп сөз жазып, және мына жақшаны қолдану арқылы мен жаңа символ жасаймын. Енді мына бірегейлігін көру үшін мынадай мысал қарастырам. Мен бірінші str1 мен str2 деген екі мәтіндік типті қолданам. Міне екеуінде Алматы деп бірдей қылып жаздым, және екеуі тең бе екенін тексерем. Тексеру үшін мен мынадай үш теңдікті қолданам. Үш теңдік бұл не істейді? Бұл екі жақта тұрған айнымалыны тексереді, екеуінің мәнін, типін тексеріп отырып, true немесе false шығарады. Егер екеу типі де өзінің мәнінде бірдей болса, онда бізге true қайтарады, ондай болмаса false қайтарады. Міне жаңартып көрейік. Міне true шығарды. Мына екеу абсолютті түрде бірдей, мәні де, типтері де бірдей, сондықтан екеуі ешқандай уникальность жоқ бұл жерде. Енді символды салыстырып көрейік. Символды салыстыру үшін міне екі символ жасадым, символ 1 мен символ 2. Және жасалуы бірдей сияқты. Бүйтіп қарасаңыздар, бір көрген кезде екеуі бірдей деп айтуға болады. Енді екеуін шынымен салыстырып көрейік. Енді жаңартам. Міне қараңыздар, false шығарды. Екеуі тең емес, ешқандай, екеуі уникалды себебі. Екеуін бүйтіп шығарған кезде де міне мәндерін шығарған кезде бірдей сияқты, бірақ ондай емес. Екеуін енді қалай ажыратамыз? Мысалы, консольға шығардық, бірақ ажыратуымыз керек. Ол үшін біз мына жерге ішіне оның атауын береміз. Бұл мәні емес, бұл атауы. Мысалы, ID 1 деп жазам, мынаған ID 2 деп жазам. Енді жаңартып көрем. Міне менде шықты. Енді мен консоль арқылы қай символмен жұмыс істеп отырғанымды көре аламын. Күрделі типтерге көштік. Біріншісі object немесе объект. Объект былай жасалынады, қараңыздар. Мен айнымалы жасадым, user object деп, және теңес тең. Мынадай ерек жақшаны қолдану арқылы объект жасаймын. Объект деген ол кілті және мәні болатындай осындай мәндердің жиынтығы. Міне қараңыздар, мен name деген кілтін қолдандым. Яғни name атауы оның осындай деп мәнін белгіледім. Мынау кілті, мынау мәні. Мынау кілті, мынау мәні деген сияқты. Осы кілт арқылы мен мәнін шығара аламын. Бірінші user objectті көрейік, консольда шығарып. Міне қараңыздар, H28 car 0 не істеді? Менің берген мәндерімнің орнын ауыстырып тастады. Бұл алфавитпен сортировка жасап қойды. Және тағы не істеді? Типін шығардым, object деп шығарды маған. Енді жаңа айтқандай, әрбір мәнінде шығара аламыз кілті арқылы. Мысалы, user object нүкте, мысалы H деп жасын шығарып көрейік. Жаңарттым. 28 деп шығарып тұрмын. Осы кілті арқылы мәнін шығара аламын. Және оны өзгерте де аламын. Мысалы, мына жерде бізде car 0 болған, енді оны өзгертіп көрейік. User object нүкте car тең, және тағы да бір объект жасап отырмын. Енді бұны шығарып көрем. Өзгертуімді жоғары шығарып жіберейін. Өзгерттім, енді қайтадан шығарып көрем. Жаңарттым. Енді міне car деген шығарды. Тура не жаздым, соны объект ретінде шығарып тұр. Байқасаңыздар, объектіні қарапайым типтердің жиынтығы деп айтса да болады. Міне мен мына мысалда неше түрлі типтерді қосып қойдым. Мынау жолдық тип, мынау сандық, мынау булин және мынау нул. Бәрін қолдана беруге болады. Ал егер мен мына жерде жоқ кілтін пайдалансам, нүкте, мысалы бұл жерде бізде country деген жоқ, country деген жазып көрейін. Бұндай кілт жоқ, жаңартып көрем. Міне бізде undefined деген шықты. Яғни бұл анықталмаған, бұл жерде ешқандай country деген жоқ, сол үшін бізде undefined шығарды. Соңғы өтетін типіміз ол function немесе функция. Функцияның не үшін керек екенін түсіндіріп өтейін. Біз код жазған кезде көп жағдайда кодтарымыз қайталанып кетеді. Кодты қайталамас үшін функцияны қолданамыз. Оны қайтып қолданамыз деген кезде, жаңа біз қайталанып тұрған код бөлігін алып бір функцияны ішіне салып тастаймыз да, сол функцияны бірнеше рет қолданамыз.
Естеріңізде болса, біз hello world шығару үшін бірнеше рет console log'ты жазамыз. Енді соны қайталай бермес үшін міне мынадай say hello деген мен функция жасадым. Функция жасау үшін міне function деген кілт сөзін қолданамын, яғни JavaScript мына функция екенін білетін болады. Say hello міне осылай жақша арқылы функция жазамын. Оның қазіргі мына мысалында менде тек console log бар. Және say hello-ды бірнеше рет жазу арқылы мен оны шақырамын. Енді жаңартып көрейін. Міне hello world бізде 5 рет шықты. Бұл өте қарапайым мысал. Мынаның ішінде өте үлкен код болуы мүмкін. Сол кезде пайдасын сезінесіздер. Міне функцияны шақырған кезде біз мынадай жақшаны қолдандық. Ал егер тек қана өзін жазатын болсақ не болады екен? Өзін жазсақ, ол әрине бізге ештеңе бермейді. Бірақ оны біз консольда шығарып көрейік. Console log. Консольға шығарып көрсек, оның ішіндегі міне қараңыздар. Біз жазған кодтың тура көшірмесі шығып тұрады. Және оның енді типін анықтап көрсек болады. Say hello, type of'ты қолданамыз әрине. Жаңартам. Міне function деген шығарды. Негізі JavaScriptте function деген тип ол объектке жатады. Объект болып саналады, осының алдында өткен объект. Оның себебі қасиеттері тура объекттікі сияқты, және айырмашылығы міне осылай шақыруға болады. Call жасауға болады. Шақыру арқылы шақырған кезде не істейді? JavaScript оның ішіне кіреді да, ол функцияны орындайды. Міне біз мына жақта 4 рет шақырып тұрмыз, 4 рет hello world-ты орындап тұр. Ал мына жерде оны шақырып тұрған жоқпыз, тек қана оны ішіндегі мәнін шығарып тұрмыз. JavaScriptте қатаң типтеу жоқ. Ол не деген сөз? Өзге тілдерге қарайтын болсақ, мысалы Java-ны қарайтын болсақ, ол жерде біз бір айнымалыны, мысалы сан дедік па, number дедік па, ол сомен ары кете береді. Оны өзгертуге болмайды. Ал JavaScriptте олай емес. Міне 28 age-ді 28-ге теңестірдім санға, иә. Оның типі қазір міне жаңартып көретін болсақ, оның number, оның типі. Ал енді оны келесі міне жолда оны өзгертіп тастасам, осы жолы енді мен саны қылған жоқпын, оны мынадай жолдық тип, яғни мәтіндік типке теңестірдім. Және оның типін қайтадан тексеріп көрем. Екіншісінде міне оның типі өзгеріп кетті. Оның мәні ғана емес, оның типі де өзгеріп кетті. Бірақ JavaScript маған ешқандай қате берген жоқ. Яғни JavaScriptте бұл типтерді өзгертуге болады. Бұл негізі программалау кезінде көптеген қателіктер береді. TypeScript сол үшін де шықты. Яғни JavaScript'ің кейбір минустарын алып жақсыға өзгерткен ол TypeScript. TypeScript'ті келесі сабақтарда өтеміз бұйырса. Әзірге JavaScript'ті жалғастыра берейік. Енді біз number'ды, санды дұрыс өзгертіп көрейік. Енді ол үшін де бізде уже функциялар қарастырылған, мысалы string деген. Міне бізде 28 деген сан бар, және оны шығарсам ол сан болады әрине, number және 28. Енді string деген функцияны қолдану арқылы мен жаңа айнымалы қойдым, міне age string деген. Age stringді енді тексерсем, ол енді 28 string. Міне тіпті консольда көрініп тұр. Мына 28, бірінші 28 ол көк түспен белгіленген, екіншісі міне қара түспен, яғни string екенін көрініп тұр. Міне string-ті жалғастырайық. Бізде boolean бар. Boolean-ді енді string-ге айландырып көрейік. Ол үшін тура жаңағыдай айнымалы жасаймын. Is true деген, оның мағынасы true. Және оның типін қараймын. Оның типі true, boolean және string енгізем. String функциясын қолданам. Бұл кезде де менде енді ол string-ге айланды. Жалғастырайық. Енді біз string-ден керісінше санға өзгертемін. 28 және оны былай тырнақшамен белгіледім. Бұл әрине бізде string-ті тексерем. String тексердім, ол 28 міне қара түспен белгіледі. Енді number деген керісінше, енді number дегенге функцияны қолдансам, 28 number шығарды. Міне age number, ол бізде
сандық тип. Енді қателіктер қай кезде қателік кетеді? Бізде number'да енді кішкене қателіктер кетеді. Міне қарайық. Енді мен age дегенді сан ретінде жазбаймын, мынадай сөз ретінде жазам. Бұл кезде енді қандай қате кетеді екен? Not a number шығарды. Себебі JavaScript мынадан сан ала алмайды. Қалай сөзді, қалай санға айландырады. Мынау кішкене түсінікті да. Міне, мынадай сан болса, ол түсінікті, ол санға айлана алады. Ал мынау бізде ол мәтінді санға айландыра алмайды, сондықтан бұл сан емес деп бізге қайтарып тұр. Енді біз авто өзгертулерді қарайық. Мысалы, біз мынадай 100 бен 4 деген екі мәтіндік типті қолдандықта, бірақ орталарына біз математикалық өрнекті қойдық, яғни бөлуді қойдық та. Бөлуді қойдық, 100-ді 4-ке бөлеміз, және сына айнымалыны шығарамыз. Енді тексеріп көрейік не болатын. Міне қызық, бізде 25 деген сан шықты, және оның типі, age-дің типі сан болып кетті, number болып кетті. Неге? Себебі математикалық өрнек көрген кезде мына JavaScript қалған тұрған өрнектің бәрін санға айландыруға тырысады. Сөйтіп мыналар санға оңай айналады, санға айналып кеткендіктен бұл өрнек дұрыс орындалды. Енді егер түсініп тұрған шығарсыздар, егер мына жерде бір санның орнына бір түсініксіз сөз жазып тастасақ, әрине бұл бізде not a number шығарады. Соңғы мысал, мен мына өткен бүкіл типтерді енді булинге айландырып көрейін. Ол үшін boolean деген функцияны қолданам, және age деген айнымалы жасадым. Бұл жерде age деген айнымалыны кез келген бір мәтінге теңестірем, және age bool'ды тексеріп көрейік. Консольда шығарып жаңартам, менде бұл true шығарды. Яғни бір қандай да бір мәтін жазсам, ол бізге true қайтарады. Ішіне сан жазайын, бірақ тырнақшамен мәтіндік типпен. Бұл да менде true болады. Яғни қандай да бір мән болса болды, ол trueға теңестіреді. Енді қай кезде бұл мәтін falseға тең болады? Енді өздеріңіз ойланып көріңіздер. Осы паузаға қойып. Жауап, міне, егер бос болса, ешқандай мәтін болмаса, ол falseға айналады. Міне, жаңартып көрем, false болды. Енді пробел, яғни бос орын болса не болады екен? Оны да тексеріп көрейік. Бұл кезде енді true болды. Неге true болды? Себебі бұл қандай да бір символға тең. То есть бос орын ол ештеңе емес, ол қандай да бір символ. Енді сандарды тексеріп көрейік. Қандай да бір сан жазам, жаңартам, менде ол true шығарды. Осыдан енді барлығын тексеріп көрсеңіздер болады, бүкіл сандарда true болады, тек қана бір санда ол falseға тең. Енді минустарды тексеріп көрейік. Міне, ол true болды. Енді бір ғана санды табу керек бізге. Енді ол қай кезде false болады? Бізде 0 деген сан ештеңе деген мағынаны береді. Ол тіпті компьютердің құрылысында 0 мен 1 мен қолданады, естіген болсаңыздар. 0 деген тоқ жоқ, 1 деген тоқ бар, яғни транзисторлар солай жұмыс істейді. 0-ды бердім, енді тексерем, бұл false болды. Енді 1-ді берем, 1 енді ол 0-ден өзгеше болғандықтан әрине ол true болады. Енді 0,5 тексеріп көрейік. 0,5-ті қоям, ол бізде 1-де емес, 0-де емес, жаңартам, ол true болды. 0 болмаса болды. Тіпті мына жаққа қанша 0 қойсаңыз да, оның бәрі true болады. Енді біз ең бірінші тұрған undefined'ті тексеріп көрейік. Undefined жазам, енді тексерем. Бұл false болды. Неге false болды? Undefined'тің мағынасына барайық. Undefined'ті аударсақ, ол анықталмаған деген мағына береді. Яғни JavaScript білмейді ол не екен. Ол сан ба, жоқ жолдық па, қандай тип екен, тіпті типін білмейді, мәнін де білмейді. Сондықтан оны жалған деп false қып шығарады. Енді 0-ды көрейік. Енді өздеріңіз біліп отырған шығарсыздар, 0 әрине false болады. 0, себебі 0-дың
Анықтамасына қарасақ, ол ештеңе жоқ деген мағынаны білдіреді. 0 деген сияқты, бірақ енді әрине 0 емес, бірақ ештеңе жоқ деген мағына бергендіктен бұл да жалғанға кетеді. Құрметті көрермендер, бұл JavaScript'ің деректер түрлеріне қысқаша шолу болды. Келесі сабақтарда әрқайсысын бөлек-бөлек толық өтетін боламыз. Сондықтан каналға жазыламыз, колокольчикті басамыз, өткізіп алмас үшін. Ұнаса, осы видеоға лайк басамыз.